Періште, 21 ғасырдың періштелері десек, артық айтпаспыз. Дүние жүзін жайлаған індет кезінде дәрігерлермен қатар дәл осы жандар да алдыңғы шепте жүрді. 2 апта бойы үй бетін көрмей жұмыс істеді. Біреу білсе, біреу білмес. Біз тілге тиек еткен жандар Зимовьев арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мамандары. Ресми деректерге сүйенсек, облыста дәл осындай 15 мекеме бар. 15 мекемеде 2600 маман, 2620 адамға қызмет көрсетеді. Ендеше шектеу шаралары кезінде қызметкерлер қалай жұмыс істеді? Өздерінен сұрап көрейік. Жұмысымыз өте ауыр болды. Өйткені бізде 2 аптадан кезек-кезекпен істедік. 2 апта үйде болды. 2 аптадан кейін смена осында болды, осында жатты. Тәртіпті жақсы сақтағандықтан ешқандай індетті ауру шыққан да жоқ. Әр қызметкер өзіне жүктелген жауапкершілік пен талапты қатаң сақтады. Осының арқасында аты жаман індет бұл мекеменің табалдырығынан аттаған жоқ. Емделушілердің қауіпсіздігі үшін өздерінің өмірі мен отбасын екінші орынға қойған мамандарға мемлекет тарапынан қолдауда жоқ емес. Мәселен, карантин уақытында жұмыс істеген мамандарға облыстық бюджеттен қосымша ақы төлеуге 43 миллион теңге бөлінген. Сондай-ақ ағымдағы жылдың басынан аймақта әлеуметтік қызмет көрсету саласында жүрген жандардың еңбек ақысын 30%-ға арттыру мәселесі қаралып жүзеге асырылуда. Індет тарағалы біз мекемеден шықпай жұмыс істеуді жөн деп шештік. Өйткені біздің мекеме стационарлық тәртіпте жұмыс істейді. Орталықта психоневрологиялық патология бойынша 1-2 топтағы мүгедектер бар. Әрине, бастапқыда қиын болды. 2 апта бойы үйге бармай орталықта жүрдік. Сонымен қатар уақытты тиімді пайдалану, санитарлық талаптарды түсіндіру жағы тағы бар. Бірақ біздің ұжым бұл қиындықты да жеңе білді. Қызметкерлерін ойлайтын басшылық және емделушілерін ойлайтын мамандар бар орталықта бүгін бірлік бар жерде тірлік бар акциясы ұйымдастырылды. Аталған шара аясында арнайы мекеменің қызметкерлері мен қызмет салалық кәсіподағы қоғамдық бірлестігі облыстық филиалы өкілдерінің кездесуі болды. Кездесу барысында жұмысшыларды алаңдатқан сұрақтар талқыланып, карантин уақытында жұмыс істеген мамандарға сыйлықтар таратылды. Көп балалы аналардың балаларына сыйлықтар үлестірілді.